Әріптестер, барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен өздеріңізге кезекті Ultima Farm приложениесіне түскен монетаны қалай заморозкіге қоюды өздеріңізге демонстрация экраны арқылы жалғастырып, ары қарай қазіргі таңдағы біздің фермаларымыз қандай табыс беріп жатырған өздеріңізге түсіндіру сериясын жалғастырамыз. Ең бастысы, қазіргі таңда жаңа технология күн санап дамып келе жатырған кезде сондай технологияның мүмкіндігін өздеріңізге таныстыра отырып, сіздерді біз сияқты осындай табыс тапса екен деген ниетпен жасап жатырған жарнамамызды өздеріңізге жалғастырамыз. Қазіргі таңда баланста түсіп тұрған ақшаны, мына монета баланста түсіп тұр ғой, PLCU монетасы, осыны смарт контрактыға жіберем. Өздеріңіздің көз алдарыңызда бүгінгі таңдағы фактор минтинга монета PLCU монетасы нарыққа шығарылымы жылына 495%, айына қанша процент білу екен, айына қанша процент түсіп отыратын білу үшін 495-ке 12-ке бөлсеңіздер, айына қанша түсетінін көрсетіп отырады. Яғни бізде әр айдың жаңағы 2 аптада бір фактор минтингі төмендеп отырады. Мысалы, ертең 1 октябрьден бастап 475-ке түседі. Қазіргі таңда өздеріңіздің стратегияларыңызбен монеталарыңызды смарт контрактыға жіберу арқылы монетаның нарыққа шығарылымына еге болып отырасыздар. Яғни қазіргі фактор минтингінің ауысуына 13 күн бар. Өздеріңіз көріп отырсыздар, 13 күннің арасында өздеріңізге смарт контракт ашып, қалған әрбір партнердің алдында жауап тастадым ғой сіздерге. Жауап көрсетейін деп жатқам. Енді ары қарай жалғастырамыз. Кабинетке жаңа пин-кодты теріп кіріп аламыз. Міндетті түрде пин-кодты жазып кіріп аламыз. Содан кейін получить профит деген кнопканы басу арқылы қазір ашылсын. Мына менде монета түсіп тұр ғой. Яғни мен PLC Ultima монетаны смарт контрактыға жіберейін деп жатырмын. Получить профит деген кнопканы басам. Мына жерде замороженный монетаның үстіне монета қосылады. Отменченіне қосылады, доступный макс лоуд азаяды. Себебі менде дәл қазір монета сыйымдылығы 3/2. Тура осы сыйымдылық тұр. 30 сентябрьге дейін тағы да ферманың сыйымдылығын кеңейтіп алатын мүмкіндікті міндетті түрде пайдаланамын. Ары қарай монетаның санын арттырып, PLC Ultima монетаның санын арттырып, сол түскен пайдаға міндетті түрде PLCU X монетасын алып, оның смарт контрактысын жаңағы мына жерге заморозкаға қойып, ары қарай табысты еселеуге міндетті түрде кірісемін. Себебі мақсатым өзімнің болашақ ұрпағыма капитал жинақтау. Яғни бізге қазір осындай жаңа компания өзінің қаржылық құралдарын ұсынып, өзімізге табысымызды еселейтін мүмкіндікті ұсынып отыр. Сіз ол мүмкіндікті пайдалансаңыз ғана өзіңіздің қаржыңызды көбейтіп аласыз, пайдаланбасаңыз отырасыз лохотронная пирамида деп. Я согласен с политикой конфиденциальности деген ползунокты жылжытамыз. Мынаны оңға қарай жылжытамыз. Менде кезекті смарт контракт ашылды. Кезекті что-то пошло не так деген бұндай сбойлар болып тұрады. Что-то пошло не так деп қояды. Не болып қалды? Что-то пошло не так дейді. Мына уже кетпеді. Себебі мына монета мына жерде баланстағы кетті ғой. Міндетті түрде жаңағы получить профит деген кнопканы басып, өздеріңізге осылай видео арқылы жеткізіп отырмын. Осылай что-то пошло не так деп, бірақ мына доступный макс лоудта мына жақта монеталар өзгермеген болса, әсіресе мына жердегі баланстағы монетаңыз тұрса, ол уже сіздің смарт контрактыңыз кетпеген, жұмысқа кетпегенін көрсетіп тұрады сіздерге. Бұл ақпарат қазір не үшін мен сіздерге көрсетіп жатырмын? Себебі қазіргі таңда интернет нарығында көп қой, неше түрлі монеталар. Бірақ енді барлық монета бізге табыс алып келмейді. Қазіргі таңда жаңағы криптозима деп жатырмыз ғой. Криптозима монеталар сол күйі қалай алдыңыз солай тұрады. Ал біздің платформа өзінің цифрлы лицензиясы арқылы айына түсіп отыратын, мысалы, смарт контрактыдан осындай табыстарды еселеп тауып отыратын мүмкіндіктеріңіз бар. Мына жерде мен сіздерге міндетті түрде жаңағы түсіп отырған монетаны 0.19634213 деген монета түсіп отыр ғой маған. Бүгінгі монетаның құны 4299 болып тұр да, ал менің монетамның бағасы $800 болып тұр. $800, мысалы мен бүгін шығарсам, бүгін ақша ол. Сразу биржаға шығарып сатып жіберсем,
ой, қазір көрсетемін сіздерге биржадағы бағаны. Биржаға сатып жіберсем, биржада монетамыз өте жаңа ликвидный деп айтамыз. Шығарған кезде сразу сатқыңыз келген бағаңызға өтіп кетеді. Енді рыноктағы бағаға өтіп кетеді. 3949 болып тұр екен. Мәссаған, монетамыз не деген? Мынандай кезде смарт контрактыны тек қана смарт контрактыға қойып, монетаны сатпай отыру керек сияқты ғой. Бұндай кезде сатқым келмейді ғой. Мысалы, мен енді прибыльдамын, пайдадамын, бірақ енді соның өзінде монетаның бұндай төмен кезінде сатқым келмейді да. Яғни сіз монета төмен кезінде сатпай, міндетті түрде PLC криптовалютаның 5 заңдылығын сақтай отырып, сіз міндетті түрде өзіңізге смарт контракт ашып, ары қарайшы смарт контракт ашып, монетаңыздың санын көбейтіп отырсаңыз, құнын өскенін күтіп, смарт контрактылар арқылы монетаңыздың санын көбейтіп отырсаңыз, сіз бұдан ұтылмайсыз. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, 3949 деген курс біздің кезімізде де болмаған. Өткенде 3,5-ға түскен еді, бүгін тағы да сондай түсейін тұрған сияқты осы аптада. Яғни бұл нені білдіреді? Дәл қазір жаңа смарт контракт ашып алам деген партнерларға керемет мүмкіндік. Осындай төмен бағада өздеріңізге жаңағы монетаны нарықтан алып смарт контрактіге қойып алыңыздар, құрметті бизнес әріптестер деп айтқым келеді. Жаңағы бұндай курс ешқашан болмаған. Өткенде бір рет 3,5-ға түсті де қайттан көтеріліп кетті. Бұндай кезде бонус тапқан жақсы да, монетаның саны көп келеді сіздерге. Оны смарт контракт арқылы одан да ары қарай еселеп аласыздар. Мына жерде мысалы жаңағы мен айтқан 0,0,0,01 мет қанша еді жаңағы? 0,1,019,63. Міне 0,19,63 деген монетаны продажаға қойсам $776 болады екен. Көрдіңіздер ма? Моментально уже шығаратын мүмкіндігіңіз бар. $776 калькуляторға салып, $776 көбейтеміз 460. Бүгінгі доллардың курсы 356 мың, пожалуйста. Осындай ақша дәл қазір шығарып алсам болады, бірақ енді мен оны міндетті түрде смарт контрактыға жіберемін, ары қарай өзіме ферма алам. Дәл қазір бұны мен мүлдем шығармауға әрекет жасаймын, себебі маған дәл қазір бұны шығарған тиімсіз, себебі монета өте төмен ғой. Енді срочно ақша керек болмаса, а так максимально шығармауға әрекет жасаймын. Яғни мен өзімнің жаңағы қазірдің өзінде шығарғанда да минуста емеспін ғой, бірақ енді монетаның санын одан ары қарай көбейтіп алсақ, мен дәл қазір сіздерге монетаның курсына байланысты, мысалы кошелекта көрсетейін деп жатырмын да. Мысалы кошелекта менде бүгінгі курста, мысалы мына жерде курста 3900 болсын, мақұл $776 болып тұр. Жаңағы ол кезде монетаның курсы 3900 болып тұрған кезде, яғни 3900-ның артына тағы бір нөл қойып $39,000 болса, біздің монета міндетті түрде 39,000-ға барады. Ол енді уақыттың еншісінде. Сонда сіздің айына тауып отырған, мысалы қазір $776-ыңыздың артына бір нөл қоясыз, 7760. Одан кейін мысалы мынау почти 40 мың ғой, мақұл 80 мың болған кезде монетаны өздеріңізге тағы бір түсіндіріп кеткім келіп отыр. 80 мың болған кезде сіздің осы тұрған монетаңыз, осақ монетаңыздың құнының өскен есебінен, мысалы қазір жаңа 7760 дедім ба, енді ол 14 мың, почти 15 мың теңге, $15,000 болады, теңге деппін ғой, $15,000 болады. Яғни монетаңыздың саны сол күйі тұрады, бірақ монетаңыздың құны өзгереді ғой. Монетаңыздың саны сол күйі тұрады, бірақ монетаңыздың құны өзгерген кезде сіздің мына жердегі айына түсіп отырған монетаңыз, мен жаңа жоғарыда сразу неғып кетеді екен, шар жереді екен. Жоғарыда көрсетіп отырған монета, мен дәл қазір сіздерге қайтадан сызып көрсетейін. Мынау монета, яғни сіздің кошелегіңізде тұрып, монетаның құнының өскен есебінен сізге үлкен өсімдерді көрсетеді. Оның барлығы біздің компанияның негізін қалаушы Алекс Рейнхард монетаға үлкен пайдалануға үлкен сұраныс туғызу арқылы платежный система деп айтамыз, төлемдік жүйе ретінде дамытқан кезде, оны экономика саласына байланыстырған кезде, экономика саласы деген компания өзінің онлайн площадкаларына монетаны енді өнім шығарып, монетаны платежный система ретінде площадкада пайдаланса, міндетті түрде біздің монетамыз өсетін болады. Оның барлығы уақыттың еншісінде, ең бастысы сіздің кішкентай әрекетіңіз өзіңізді үлкен табыстарға алып келетін, тағы да естеріңізге түсіргім келеді. Ең бастысы сіздің қазіргі таңдағы біздің мақсатымыз мынау монетаның санын көбейтіп алу, ферма арқылы
яғни сіз монетаның курсын төмен кезінде сатпай, смарт контрактіге ашу арқылы, ары қарай жіберу арқылы монетаңызды одан ары қарай еселеп алатын мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Енді мен 30 сентябрьге дейін максимально монетаның жаңағы құнын өсіру мақсатында, мысалы қазір шығарсам 356 мың болып тұр ғой. Мысалы мен шығару мүмкін, ары кетсе 100 мың теңгені, басқасын уже шығармай, мен бұл жерге жинақтаймын міндетті түрде. Себебі монетаның құны дәл қазіргі таңда төмен. 100 мың теңгені шығарып алсам, қалғанын жаңағы фермаға ашып, смарт контракт ашып, ары қарай осылай еселеп отыра беретін менде мүмкіндік. Сондықтан сіздер де солай өз табыстарыңызды еселегілеріңіз келсе, төмен монетаны шығармаңыздар, міндетті түрде смарт контрактіге отырғызыңыздар, міндетті түрде өздеріңізге ферма алыңыздар, монета сыйымдылығы жоғары. Осылай өз табыстарыңызды еселеп алатын мүмкіндікті кейінге қалдырмаңыздар. Плюс менде смарт контракт, мен дәл қазір сіздерге көрсеткенім, менде параллельно еще маркетингтен табыс түсіп тұр ғой. Яғни мен маркетинг арқылы тапқан табысымды ары қарай жаңағы маркетинг арқылы тапқан табысымды мен өздеріңізге көрсетейін деп жатырмын. міндетті түрде маркетингтен тапқан табысымды ары қарай пайдалансам болады. Мысалы ше, мен бұл жақтағы тапқан табысымды да мен тікелей жаңағы шығармаймын. Жаңағы енді сразу шығарып алмаймын, айтайын дегенім ше. Сразу шығарып алмаймын, мен оны аламын да жаңағы смарт контрактте қойып жатырмын. Мысалы дәл қазір мен өзім маркетингтен түскен кішкентай табысымды кішкентай түсіп тұр екен, маған соның өзін алып мен тікелей шығармай смарт контрактіге қояйын деп тұрмын да. Оның барлығы менің табысымның одан ары қарай еселеніп жатырғанын білдіреді. Бұны не үшін сіздерге осылай демонстрация жасап көрсетіп жатырмын? Себебі сізде осылай жасай аласыздар. Өзіңіздің кішкентай әрекетіңіз өзіңізге үлкен табыстардың көзін алып келетін. Тағы да естеріңізге түсіргім келіп тұр да. Мысалы, мынау мен адрес кошельканы алып алдым. Мына жердегі жаңағы выплаты дегенді басып, мен екінші телефонымды алып беретін адам болса жақсы болар еді. Қайда? Монетамды шығарамын. Білмеймін қайда. Мына жерде адрес кошелька деген жерге қоямын. Сөйтемін де максимум деп, мысалы 0,019 монетаны мен өзімнің кезекті смарт контрактыны. Жоқ, мен мына жақтан ала салады екен. Мен де мына жаққа түседі екен. Шатасып кетіппін. Мына жерде 954-205 аудентификаторға қойып қойғам ғой. 954-954-205 деп жазамыз да. Өзімнің жаңағы бонусымды шығарып алдым. Одан кейін менде мына бір 126 деген бонус тұр. Ол бонусқа мен оны цифровой долларға міндетті түрде шығарып алам. Сосын PLCX-тағы бонустарды мен PLCX-ға ферма алып, соған смарт контрактіға қоямын. Мына жердегі биткоинді өзімнің биткоиніма шығарып алам, биткоин кошелегіма. Көрдіңіздер ма? Осылай табысымызды еселеп жатырған жайымыз бар қазіргі таңда. Плюс еще жаңағы бұйырса жаңағы Blue Diamond'тың есігі де жақын қалды. Бұйыртып тұрса, осындай төмен кезінде, курстың төмен кезінде Blue Diamond жауып кететін болсам, бұйырса маған 10 мың евро түсетін болады. Монетада түседі, плюс еще ол монетаның саны көбірек түседі. Мысалы, бұрынғы тауып жатырған табысым жаңағы, мысалы, 10 мың евро маған монетаның құны 3,5, осындай 2,5 болды деп елестетейік. Сондай кезде түсетін болса, монетаның құны 5-ке барған кезде менің 10 мың евром 20 мыңға айналады, 10-ға барған кезде 40 мыңға айланады, 20-ға барған кезде, соответственно, менің бонусымның өзі уже өсіп кете береді. Енді бұл бонусты біз міндетті түрде тікелей шығармаймын, мен вообще шығармаймын бұл бонусты тікелей. Себебі мен бұған сразу ферма аламын, міндетті түрде крупный ферманы. Одан кейін монетаны алғашқы фермаларым, жаңағы мына фермалардан түсіп отырған, смарт контрактлардан түсіп отырған табыстарым менің. Міне өздеріңізге тағы да ары қарай көрсетіп кете берейін. Осыдан түсіп отырған табыстарым міндетті түрде одан ары қарай еселеніп кете беретін болады. Міндетті түрде өздеріңізге осындай жаңағы закрыть дейміз. Осындай табыстарды, мынау смарт контрактыларды санын одан ары қарай еселеп кете береміз. Әрбір смарт контракт бізге 12 ай жұмыс жасайды. 12 ай жұмыс жасайды, плюс еще бір смарт контрактым жабылса, екінші смарт контрактым ашылып, в общем, ақшасыз қалмайтын мүмкіндіктердің жолын ашам да өзіме. Сол сияқты сондай мүмкіндіктердің жолын мен сіздерге де дәл қазір демонстрация экраны арқылы көрсетіп жатырмын. Мақсатым осындай табысты сізде таба аласыз, егер сіз бізбен бірге әрекет жасап, бізбен бірге бизнес жасауға
өз үлесіңізді қоссаңыз, өзіңіздің бизнесіңізді жүргізуге, өзіңізге керек ол бизнес. Маған емес, себебі мен өз бизнесімді жүргізіп жатырмын. Сіздер де солай өз бизнестеріңізді жүргізіп алатын мүмкіндіктеріңізге, мысалы менің кабинетімдегі тұрған минтинг, бұл айына түсіп отырған процент деп елестетіңіздер. Бір жылға монеталарыңыз заморозкаға кетеді да, айына 12 ай бойы сізге табыс түсіп отырады да, плюс еще заморозкада түскен 12 айдағы монетаңыз өзіңіздің основной балансыңызға, негізгі балансыңызға түседі. Осылай сіз өз табысыңызды одан ары қарай еселейсіздер. Осылай сіз өз табысыңызға еге боласыздар деп айтқым келеді. Егер видео ұнап жатса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бастысы біздің компанияда өзіңіздің рефералды сілтемеңізді алып алып, жаңағы реферальный ссылкаңызды алып алып, өзіңіздің табысыңызды еселеп отыратын мүмкіндіктеріңіз бар екен. Тағы да айтқымыз келеді, реферальный сілтемелеріңізді аласыздар да, былайынан статустарыңызға қойып қоясыздар. Мысалы, біреу сіздің статусыңызға кірді, бұл не екен деп тіркелсе, ол сізге уже автоматически партнер болып шыға келеді. Яғни сіз өзіңіздің табысыңызды жан-жақтан жарнамалай отырып, өзіңізге капитал жинақтай аласыз. Мысалы, мен дәл қазір өзіме скрин жасап алдым, өзім аккаунтымды. Дәл қазір сіздердің көз алдарыңызда мен бұны жаңағы поделиться кнопкасын басып, инстаграмның сторисына қояйын деп жатырмын да. Мен сторисына осылай қоясыз, мына былай қойып қоямыз сторисқа. Сөйтеміз да, ары қарай мына жерден жаңағы бізбен бірге табысты болыңыздар деген сөз жазып қоям. Мына жерге таңдап, бізбен бірге табысты болуға әрекет жасаңыздар. Әрекет жасауды ертеңге қалдырмаңыз. Ертеңге қалдырмаңыз деп қоямыз. Сөйтеміз, мынаны былай қойып қоямыз мына жерге. Мысалы, мына керек емес еді ғой, соны қойып қоямыз. Ары қарай сілтемені қоям. Мен мына жерде ссылка деген бар ғой, ссылканы басамын да, мына жерге сілтемені қоям. Ставить деп. Оппа, болмай қалды ма? Значит, сөрге барамыз. Қайтадан барамыз. Мына жерді басамын да, ставить деймін. Міне, персонализировать текст стикері деген жерді басып, тіркелу деп жазып қоямыз. Жаңағы сілтеменің не екенін сразу жазып қоямын да. Платформаға тіркелу. Платформаға тіркелу деп өзімнің сілтемемді атауын қойып қойдым. Міне, қараңыз, осылай болып тұрады. Сөйтеміз, мына жерден музыка қойып қоюға болады. Мысалы, мына бір ремикс қойып қоям. Бұлай жіберіп қоямыз. Сосын төрт поштың ішінен, стретер жазамыз. Стретер ашады маған. Өздеріңізге инстаграммен қалай жұмыс істейді деп көрсетіп кеттім арасында. Міне, осылай өзіңіздің табысыңызды еселеп алатын мүмкіндіктеріңізді кейінге қалдырмаңыз. Сіздердің көз алдарыңызда мен дәл қазір инстаграмға сторис қойдым, плюс еще WhatsAppқа қойдым. Ары қарай WhatsAppқа кезекті өздеріңіздің жасап жатырған жұмыстарыңызды жарнамалау үшін, мысалы, мен аламын да мына ферманы жазамын. Біздің бірегей өнім нарықта. Бірегей өнім нарықта. Міне, статусқа қойдым, жібердім. Осылай жіберіп отырмасаңыздар, сіздердің бұндай площадкаларда жұмыс жасап жатырғандарыңызды кім біледі? Тағы да мына жақта жіберем. Бізбен бірге табысты болыңыздар. Табысты болыңыздар. Болыңыздар. Дейміз да, сұрақтармен жекеге деп жазып қойыңыз. Жекеге. Тағы да статусқа жібересіздер. Плюс еще өзіңізді дағдарыстан алып шығатын құрал іздесеңіз, өзіңізді дағдарыстан алып шығатын
құрал іздеп жүрген болсаңыз әрекет жасаңыз деп қоямыз да жіберіп қоямыз. Міне, сіздің бизнесте табыс тауып жатырғаныңызды өзіңіз жарнама жасамасаңыз, кім қайдан біледі? Яғни сіз осылай өзіңіздің табысыңызды, қай жақтан қандай табыс тауып жатырғаныңызды статусыңыз арқылы жарнамалауды жеткізесіз ел жұртқа. Содан көреді адамдар, сосын барып сізге шығады. Сіз өзіңіз тыныш отыра берсеңіз, сізге ешкім шықпайды. Қазіргі таңда біз Ultima Farmның мүмкіндігін Ultima Wallet арқылы, оның ішіндегі тапқан ақшамызды Coinsbit биржа арқылы шығарып, Coinsbit биржадан цифровой долларымызды Trusty Wallet кошелекқа шығарып, керемет осындай бізге ұсынған интернеттің мүмкіндіктерін пайдаланып жатырған жайымыз бар. Сондықтан біз сияқты интернеттің мүмкіндігін пайдаланғысы келген әрбір адамға осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Біз сіздерге мүмкіндіктің жолын көрсетіп жатырмыз. Ары қарай пайдалану, пайдаланбау сіздің өзіңіздің қолыңызда деп осылай скрин жасап қоямыз да. Мынаны да міндетті түрде былай өзімізге кішірейтіп аламыз. Мынаны өшіріп тастайын. Былай кішірейтіп аламыз. Бұны да статусқа қойып қоюға болады. Тура осыны мен қазір жасап жатырмын, заодно сіздерге көрсетіп жатырмын да. Статусқа қойыпшы. Мына жерден мына жақтың статусына қойып жатырмын. Инстаграмның статусына қойып жатырмын. Не болып кетті? Мынаны былай болмайды екен ғой. Мына жерге неше түрлі смайликтарды қойып қоюға болады. Былай қойсаңыз неше түрлі смайликтар шығады. Қайсысын қойсақ екен, I love you деп қойықшы. I love you болып тұрсын бізге. Сосын вопросы деп қойып қойық. Задайте мне вопрос депші. Мына жерге түсіріп қойық. Қандай сұрақтарыңыз бар, осы жерге қоя беріңіздер деген сияқты. Сосын мына жерге обязательно музыка қойып қоямын мен. Статусқа кірген адамның іші пысып кетпесін деп. Міне, осылай біз қазіргі таңда табыс тауып жатырмыз. Міндетті түрде бізбен бірге табысты болғыларыңыз келсе, біздің компанияның, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, тағы бір рет бір көрсетіп кетейінші. Мен енді осындай цифрлық бағытта дамуға әрекет жасап жатырғандықтан осындай каналдарға подписанмын да. Мысалы, бұл каналдарда барлығы осылай обучать етеді. Осыны көріп аламын. Сөйтіп уақытым болған кезде міндетті түрде кіремін, сөйтемін да тыңдаймын, олар не айтып жатыр деген сияқты. Сөйтемін де соны қазақшаға аударып өзіміздің қазақ аудиториясына жеткізуге әрекет жасаймын. Мысалы, мына жерде жазып қойған, наиболее важные инвестиционные сделки в сфере искусственного интеллекта за последнюю неделю деп қойыпты. Қараңыздаршы, стартап в области промышленного интернета. В общем, интернет әлемінде болып жатырған искусственный интеллект бар ма, цифровизация бар ма, барлығын әр каналдар өзінше осылай жеткізіп отырады өздерінің каналдары арқылы. Сондықтан міндетті түрде бізде осылардан көріп, үйреніп, қалып кетпей, біздің финансы KZ деген бар. Оказывается, бұны да бір біздің Қазақстанның азаматы, бірақ орыс тілді азамат өзінің бағытын дамытып жатыр. Бұл жерде өзі қалай табыс тауып жатыр, сол бағыттарды дамытып жатыр да. Финансовый субботник дейді. Боремся с финансовыми пирамидами вместе дейді. Енді ол міндетті түрде финансовый пирамиданы ажырату үшін міндетті түрде білім керек. Сондықтан оны бізде сақтап аламыз да. Болашақта бұның айтып жатырған ақпаратын мысалы қазақ тіліне аударып алып, или болмасам өзім оқып аламын да, керекті ақпаратты өзімнің аудиторияма жеткізіп отырам. Плюс еще бізде тағы не бар менде?
криптовалюта туралы барлық каналдардан кіріп керекті ақпараттарды міндетті түрде қарап отырамын. Одан басқа плюс еще мен сіздерге тағы бір айтып кететін, біздің компания өзінің болашақта монетасына бізге үйді, міне PLCU, Ultima үйдің суретін қойып қойған ғой, осының барлығын бізде ендіреді. Автопрограмма, үйдің жаңағы программалар деген сияқты барлығын бізге ендіретін болады. Оның бәрі бізге жеңілдікпен келетін болады. Осылай қазіргі таңда мен өзім де өзіміздің командаға қазіргі таңда платин, бриллианттар деп біздің өзіміздің команда, бұл жерде партнерлар активный жұмыс жасап жатырған. Біздің осы жерде отырып жаңағы кезекті ақпаратты өзім жіберіп отырам. Бұл жерде тек қана біздің Қазақстан емес, плюс еще жаңағы Қарақалпақстаннан қосылған партнерлар бар. Бұл енді менің жасап жатырған өзімнің командама арналған ақпараттарымның легі деп айтсам болады. Бір сөзбен айтқанда, қазіргі таңда осы сала дамып жатырған кезде бұл саланы лохотрон мен пирамида деп артта қалып кетпеңіздер. Ең бастысы өздеріңізге беріп отырған Platin World площадкасының не болып қалды? Platin World площадкасының мүмкіндігін пайдалануға әрекет жасаңыздар. Себебі сіздер пайдаланбасаңыздар, басқа біреулер міндетті түрде пайдаланады. Сіздер бұны не үшін пайдаланасыздар? Өз табыстарыңызды еселеу үшін. Сіздің қазіргі таңда кішкентай табысыңыз өзіңізге осы платформаның көмегімен үлкен табыстарға қол жеткізеді. Қазіргі таңда бізде тағы айта кету керек, турбо бонус деген бонусты шығарды Алекс Рейнхард. Яғни сіз өзіңізге 5000 евро товарооборот жасап, қосымша 1000 евро бонус табатын мүмкіндігіңіз бар. Міндетті түрде ол бірінші линияңыз болу керек, оборот первый линия болу керек. Міндетті түрде мен өзімде жасаған жоқпын. Сіздерде жаңағы бәріміз енді осылай, енді бұл кім жасаса соның өзінің қалтасына лишний 1000 евро түседі деген сөз ғой. Бірінші линиядан и так біз жаңағы 20% табысты аламыз. Плюс еще 100 евро ранговый бонус жапқаннан береді. Плюс еще компания турбо бонустан 1000 евро береді. Яғни сізге бір рет жасаған әрекетіңіз 2100 евролық табысты алып келеді дегенді білдіреді. Сондықтан егер видео ұнап жатса лайк басып, ұнамай жатса дизлайк басып, бұл ақпаратпен өздеріңіздің болашақ бизнес әріптестеріңізге бөлісуді кейінге қалдырмаңыздар. Табысты болыңыздар. Ең бастысы өзіңіздің кішкентай әрекетіңіз өзіңізге үлкен табыстың жолын алып келетінін ешқашан ұмытпаңыздар.